Қазақ қыздарының арасынан жуан білекті, жолбарыс жүректі қыздар шыққан ғой. Ханымгүлді төңірегі әлдеқашан мойындап, балуан қыз атап кеткен. Енді онымен күресуге шығатын қыз келіншектер табылмауға айналған. Бірде шаршы алаңда тұрған бұған қарсылас шықпаған соң, егер менімен күресіп жыққан жігітке мен тұрмысқа шығамын дейді бұл. Қалың жігіттен ешкім шықпайды. Бір кезде сиқымдардан Әлім баба деген жігіт шығады. Бұла күштің иесі Ханымгүл күшімен айласын асырып, қарсыласын алып ұрып, жауырына жер иіскетті. Әлім бабадан кейін күреске шыққан ешкім болмады. Осыншама жігіттің арасынан шыққан Әлім баба жүректі жігіт екен. Жеңіліп қалса да, мен оған тұрмысқа шығамын, дейді бұл. Сонымен Жаныстың қызы Сиқым еліне ұзатылып кете барды. 1897 жылы Төстегі Жаныс елінде үлкен қыз ұзату тойы болды. Оған Алатау бөктеріндегі Боралдай арыс бойларындағы ел халқынан адам көп келді. Тойда бәйге, теңгелу, қыз қуу, сайыс, көкпар секілді ойындар ойналды. Әйелдер күресі де ұйымдастырылды. Жас келін Ханымгүл қысыла отырып, қайнағасы Қазанғапқа күреске шығатынын айтқан. Қазанғап, мерейің үстем болсын, домалақ ананың әруағы қолдасын деп бата берді. Ханымгүлмен әуелі белдескен, 30-ды омыраулаған, талай күреске түсіп, жүлде алған Күнімше деген денелі әйел еді. Ханымгүл оны айналымға келтірген жоқ. Тік көтеріп алды да, аспанда қаңғалақ ойнатып, оң қарының ыңғайлы ығытына келтіріп, ауқым жерге лақтырып жіберді. Шалқасынан түскен Күнімше орнынан қозғалуға шамасы келмеді. Бұдан кейінгі екі үміткер Алтыншаш пен Бегімгүл де Ханымгүлдің қайратына шыдап бере алмай, шашы топ ортасындағы кілем үстінде аяқ қолдарын игере алмай тырбаңдап жатты. Балуаны жығылған жақтың елі намыстанып, Ханымгүлге еркек шығарды. Ханымгүл қайнағасы Қазанғапқа қарады. Рұқсат дегендей ол кісі басын изеді. Дариға анамның күшін берсін деп Аллаға тілек айтты. Жас жолбарыстай ширатылған Ханымгүл бұл жолда аса шапшаң және сақ қимылдады. Күрес алаңына шыққан Шымыр елінің белгілі балуаны Әлімбай Дәуітұлы еді. Әйел емес, еркектердің өзіне биіктен көз тастаған, мінезі өжет, талай тарландардың меселін басқан тәкаппар жігіт болатын. Әлімбай келіншекті белден орап, шыр айналдырып, оп-оңай жықпақ болды. Тегеурінді бір күш осы сәт Әлімбайды Ханымгүлдің кеудесіне ысырып апарды да, қос бүйірден қысып, көз ілеспес жылдамдықпен бүктеп жіберді. Буындарынан әл дәрмен кетіп, денесі езіліп есеңгіреген Әлімбай ақыры жерге шаншыла құлады. Ел бетіне қараудан именіп, орнынан әрең тұрды да, Ханымгүлдің қолын алды. Жеңілгендігін мойындады. Кілем үстіндегі айқаста тағы да екі жігіттің жауырыны жерге тиді. Бұдан кейін әйелдер емес, еркектер де Ханымгүлден сескеніп, ортаға шығуға қаймығып қалды. Той иесі Мырзабек Қосақұлы елдің барша меймандардың атынан Ханымгүлге алғыс айтты. Жиналған халықтың мақұлдауымен Ханымгүл дәусары балуан атанды. Сол тойда Әлім бабаның сұлу да жас жары, Сара әулетінің бас келіні Ханымгүл түйесі, жылқысы және ірі қарасы бар 10 шақты малды алдына салып, елге оралды. 1916 жылы Сайрамдағы хан базарда ұмытылмас үлкен бір күрес бәсекесі өтті. Қарсыластарын түгел жыққан балуанға бір түйе, 2 жылқы бәйге тігілді. Күрес бәсекесіне арнайы келген дәусары балуан атанған Ханымгүл Сиқым елінің намысын қорғады. Өзбек қыстағының балуандары қаншама әдіс айла қолданса да, дәусарының қатты қарпуынан қалмады. Ақырында атақты балуан Мансұр әкәні шығарды. Дәусары қатты шамырқанып, қарсыласын тік көтеріп алды да, шыр айналдырып әкеліп, жерге күшпен соқты. Жамбасы опырылып кеткен Мансұр әкәнің сол жерде тұрған жақын ағайындары жапырыла жүгіріп келіп, төңірегін қоршап қалды. Сиқым елінің болысы Сейітжаппар Байсейітұлы тігілген бәйген алып, үлкен беделге ие болды. 1944 жылғы шілдеде Көмеш күнгейіндегі Ленин атындағы колхозға
Қажымұқан өнер көрсетуге келіп қалды. Ол басқарма төрағасы Шамұраттың үйіне келіп түсті. Бастықтың әйелінің аты Түймехан еді. Дәусары апа жақын келіндері Орынкүл және Әсиямен көрші тұратын. Қонақ күтуге қолғабыс беріп жіберіңдерші, деген соң екі келін Түймеханның үйіне келді. Есік алдында жатқан үлкен кебіске көздері түсті. Осындайда дәу кебіс болады екен-ау, деп олар таң қалды. Орынкүл ізінше кейін қайтып, әлгі көргендерін Дәусары апаға айтты. Апаның жұмыстан келіп отырған бет еді. Дереу жиналып, көрші үйге бас сұқты. Ауызғы бөлмеде жатқан үлкен кебісті киіп көрді. Міне керемет, апаның өзіне арнап тіккендей. Кебіс аяғына шапшақ келді. Бұл әдірақ алғыр кімдікі өзі? Егесі осы жерде ме? Сендердің үйлеріңе келген біреу болды ғой шамасы, деп сұрады үй иесінен Дәусары. Иә, ол кебіс Қажымұқан балуандікі. Таңертең келген, үйде жатыр, деді Түймехан. Құдай бұйыртса, бұл біздікі шығар. Барып күш сынасып көрейін, деп Дәусары жымиып күлді. Сосын есіктің сыртынан келіп, бұл Қажымұқан нағып жатыр-ай, деп дауыс салды. Атақты балуан селк ете қалып, ізінше тіктеліп қайта есікке қарайды. Есіктен әрең сыйып, көлденең кіріп келе жатқан әйелді көреді. Алып денесімен жарасым тапқан Дәусарының бураның санындай балтырлары Қажымұқанның көзіне бірден түсті. Қажымұқанның қатты қобалжыған тұсы еді бұл. Дәусары кірген бойда Қажымұқанға қол ұсынып амандасты. Сосын Қажымұқанды орнынан жұлқып көтеріп алып, кеудесіне тақап, қысып жіберді. Қажымұқанға дереу күресеміз, деп талап қойды. Сасып қалған Қажымұқан, үйде күресеміз бе, әлде далада күресеміз бе, деп қалды. Сонда Дәусары апа, қалауың білсін, деп кесіп айтады. Мұна әйелдің айтқаны шын ба, әлде әзіл ме, деп ойланып тұрғанда, Дәусары шапшаң қимылдап, Қажымұқанды қарулы қолдың қарына қысып алып, тіп-тік көтереді де, жердегі көрпешесіне жығып салады. Күрес өнерінде әйел балуанмен белдесіп, осыншама бұла, долы күштің сиқырлы қуатын Қажымұқан бұрын бастан кешпеген еді. Дәусарының алып құшағынан босанып, оған енді үлкен ілтипатпен көз салды. Айрықша шапшаңдығына таң қалып, түгесілмес түмен қайратына разы болып, анаға бас иді. Европалық тәртіппен Дәусарының қолынан сүйді. Сосын апаға, ел ішінде қанша жыл жүрсем де, сен сияқты тұлғасы алып, қайратқа дархан әйел адамды алғаш көруім. Оның қазақ әйелдерінен шыққанына қуанып отырмын. Әлемдік сахнада танылмай, кішкене ауылдың түкпірінде өзіңізді ұзақ жыл жасырып, құпия ұстап келіпсіз. Сен жеңдің, мен жеңілдім. Бәйгеге қалағаныңды ал, ел аралап, қаражат жинап жүрмін. Керегінше ақша алғын, деді. Дәусары апа атақты балуанның жүзіне тік қарап, бәрекелді ерім, ықыласыңа рахмет. Ұсынған ақшаңды майданға жібер. Соғыстағы жауынгерлерге қаржы болсын. Олар жауды жеңіп, елге оралсын. Маған мына кебісіңді қисаң болғаны. Соның өзін үлкен сыйлық деп білемін, дейді. Қажекең сөзге келместен, шегірен қайыстан тігілген үлкен де зерлі кебісін Дәусарыға ұсынды. Дастархан басына жұрт жайғасқан соң, Қажекең апаға қарап, неше перзентіңіз бар, деп сұрады. Көз алдымдағы тірісі Ажар мен Бибі. Олар тұрмыс құрған, балалы шағалы. Мына отырған Ермекбай туған жиенім, деді Дәусары. Ұл перзентті Алла тағала нәсіп етпепті ғой, деп Қажымұқан сөзін әрі жалғастырды. Әттең, сен кемпір, мен шал болып қалдым. Жас кезімде жолыққанда, күйеуің Әлім бабаға өзі таңдаған, бой жеткенде әперіп, сені өзім алған болар едім. Екеумізден қанша Қажымұқандар дүниеге келіп, күрес өнерінде қазақ халқының даңқы әлемнің барша түкпірін шарлаған болар еді. Мына сөзді естігенде Дәусары апа алыстағы жалғыз нүктеге ұзақ қадалып, үнсіз қалды. Ойына сонау 1938 жылғы оқиғалар оралды. Жанарына жасалар мекен деп, аяныш білдіріп,
Ағайындар Дәусары ападан көз тайдырмай отырды. Ападан ұрқсатсыз біреуінің жұлқынып сөйлеп кетуіне тағы болмайды. Бірақ Дәусары күйгелектік танытпады. Тіктеліп алды да, шарасы кең көздерін жалт еткізіп, Қажымұқанға бұрды. Ұл перзенттерім неге болмасын? 3 ұл таптым. Кенжемнің есімі Дүйсебай еді, деп Дәусары сөзін шорт үзіп тастады. Иә, Дәусары апаның ұлы Дүйсебай өзіне ұқсаған балуан болды деп сөзді молда Әшір жалғап әкетті. Ол ел жүгін мойнына артқан атпал азамат еді. Келініміз Талбике әйел біткеннің көріктісі болатын. Өмір тауқыметін тартып қосылған 2 жасқа көре алмаған дұшпандары опасыздық жасады. Дүйсебай қоғам мүлкін жауыз қарақшылардан қорғау үстінде мерт болды. Қажекең ескі жараның аузын тырнап алғанын түсінді. Сөйтсе де бұл оқиғаны құлағымен естіп тыңдағанды мақұл көрді. Дүниежүзі елдеріне аты әйгілі французша күрестен әлем чемпионы Қажымұқанға Әшір молда Дүйсебай трагедиясын айтып берді. Әңгімені тыңдаған ағайындардың көздерінен жас парлап ағып отырды. Дәусары апа ауырмай, азап шекпей 1954 жылғы күзде 84 жасында дүние салды. Сүйегі көмешке бүгілдегі зиратқа қойылды. Ескерткішке қалдырған Қажымұқанның кебісін үлкен қызы Ажарға қастерлеп сақтауға тапсырды. Кейінгі кезде кебісті көруге келген адамдар көп болды. Алайда әйелден шыққан алып анамыз Дәусары апаның басына ағайын жұрттың көмегімен ескерткіш белгі орнатуды ұйымдастыратын қамқор азамат болмады. Ең өкініштісі де сол. Даниярбек Дүйсенбаев. Оқыған Асылхан Қажобайұлы.